Бәріңе сәлем. Бұл шығарылымды және басқа да жобаларды Easy мобилді қосымшасынан көре аласыздар. Easy бұл сенің ойын-сауық операторың. Бір мобилді қосымшада эксклюзивті видеошоулар, подкасттар және тікелей эфирде үздік артистердің концерттерін көруге болады. Сонымен қатар радио, музыка және жүздеген фильм мен ойындарда осы қосымшада. Барлық контентті Қазақстанның кез келген жерінен көруге болады. Ал осының барлығы су тегін. Қосымшаны жүктеп, контент көру арқылы өзіңе бонус жина. Содан кейін бонустарды гигабайт немесе минуттарға ауыстыр. Қосымшаға тіркел, сәтті қаралым тілейміз. Дүкен. Бұл аниме дүкен, бұл Жалғас, Есболат, Ақназ, Сабижан екі қонағымыз бүгін. Ақназ әнші, музыкант, Сабижан да музыкаға байланысы бар. Тағы немен айналысатындарыңызды біз қазір білеміз, дәл қазір. Бұл көрермендер. Рұқсат болса сен деп айта берейік. Таныспыз. Анау қазақтар бір рет танысқан екен, мынау деп айта береді. Мынау деп. Біз өте бұрыннан таныспыз. Өте жақсы әріптесіміз Ақназ, дарынды Аюми тобының жетекшісі. Солистіге қазақша қызық екен. Жетекші болу не? Солай болады сияқты, мен білмеймін. Біз қазақша тілін негізі осы жерде зерттейміз былай. Подкасттың үстінде зерттей береміз. Мүшесі деп айтамыз, Ақназ, жаңағы нені бастайық? Тағы немен айналысасың қазір осы уақытта? Көбінесе мен қазір преподаю вокал. У меня своя музыкальная школа. Вот, я сама являюсь основателем, потому что нужно было срочно придумывать название. Надо же официально оформлять. Вот, и я не знала, что придумать, назвала Ақназ Art School. Вот, а сама я также преподаю еще вокал на данный момент. Топтың жұмысы бітті ме? Аюми 17-те тарады, 17 мен 18 жылдары, кейін мен музыкалық продюсер болдым Аянат тобының. Кейін мен түсіндім, кішкене маған. 18 жылдан бері Аюми жоқ па? Да. Мен сол кезде ұйықтап енді тұрып. Я жаңада адамдарды көріп отырып қой, говорю, на секундочку, скоро будет почти как 7 лет, как мы распались. Это столько же, сколько мы существовали. В целом будет 14 лет. Көрермендер әлі күтіп жүр ғой. Қайда енді шығады деп ойлап жүр да қазір. Сабижан, сен қазір немен айналысасың? Жалпы мен ағылшын тілі мұғалімін. Күндіз мұғалім, кешке бас-гитарист. Франкенштейн сияқты ма? Сол сияқты болады. Бұрыннан бұл әртүрлі топтарда ойнағам, Multaloud, мен денім сау, қазір күн жарық тобының мүшесіндемін. И вот. Сол баяғы бас-гитара. Күн жарық топ қандай аспаптармен? Жалпы біздікі альтернативный рок, инди деп айтсақ болады, қазақ тілінде өлең жазамыз. Көрермендердің біреулерін танитын шығарсыңдар, сендер танымайтын шығарсыңдар. Мен естідім, әрине, біз қазір интернетте бәрін көреміз. Қазір негізі альтернатив музыка болсын, этно болсын, рокқа жақын қып шыққаны топтар өте көп. Фанки топтар шығып жатыр. Мені қуантады. Ағылшын мұғалімдердің өзі қазір бас-гитарист болып кетті. Негізі мен ең бірінші бас-гитарист болған, сосын барып бір ақша табу керек қой. Сол үшін параллельно жұмыс істеп кеткен, сосын карантин кетті. Музыканы тастадым и қайттан мұғалімдікке оралдым. Потом қолым аздап босады, содан. У меня примерно такая же ситуация была. Из-за ковида, да. Сол қазір сол ән сабағын береді, ағылшын тіл сабағын береді. Сол қазір бәрі бірдеңе үйретіп, әзірше сендер тірідей үйретесіңдер, онлайн жоқ па? Онлайн бар әрине, мысалы. Курстар сату деген сияқты. Курстар сату жоқ, бірақ ағылшын тілі курсы. Отдельно бар, репетиция бар. IELTS, SAT, соның бәрін жасап беремін. Онлайн ән-күй, вокал? Тек қана вот с ковид кезінде мен онлайн преподавать еттім, бірақ мне надо чувствовать человека, потому что у меня есть техники, которые... То есть человек должен присутствовать, чтобы ему объяснять. Я больше по вокальной анатомии еще преподаю, чтобы объяснять, да, вот что, зачем работает им сала. Стау керек па? Сама энергетика. Сама энергетика важна. Вот. Поэтому предпочитаю офлайн преподавать. Есть преподаватели мои, которые онлайн проводят. Мне это не особо нравится.
Ну, Ауырлау. мен оны түсінемін, просто көрермендер білмейтін адамдар білмейтін шығар, солай сұрап жатқан ғой. Мен әрине мен жаңағы жермен көкті екі онлайн мен офлайнның айырмашылығы. Егер қалада болса, Иә. а егер бір шетелдегі бір мастер-класс болса, ол енді мүмкін шығар онлайн, сабақ. Просто мысалы сабақ өткізген кезде сен ойнайсың ғой, там есть определенный физический, да, который против закона ты не пойдешь, ты, например, условно даже на арпеджио распеваешь, он не может вместе со звуком распеваться, он опаздывает. Соответственно, ты играешь, он потом слышит, и всегда есть опоздание. Вот, и поэтому именно в моей сфере для меня это считается очень небольшим недостатком. Поэтому я предпочитаю брать офлайн уроки. Күшті. Бұл жерде ағылшын тілде ондай не жоқ па? Жоқ, бізге Проще, да, даже? информация жіберсе болды ғой бізге. Бұл аниме туралы подкаст. Қазір өздерің туралы былай жеке танысып ашып жатқан, ол да өте маңызды. Өйткені біз ең басты қонағымызды ашқымыз келеді. Ол туралы там ерекшеліктер білгіміз келеді. Сол негіз көрермендердің ең қызығатыны сол деп ойлаймын өзім. Былай өзімде подкаст қараймын, тұтынамын сондай интервьюлерді. Сол кезде егер келген қонақ ашылмаса, мен ойлаймын бұл подкаст қызық емес деп. Энергетикада жоқ, былай. Иә, еркіндік жоқ болып қалады да, тірі емес бұл. Кино сияқты ғой, кинода да және анимеде де адам тірі адамға ұқсау керек. Кейіпкерлер. Тағы қандай суреттен беруге болады өздерің туралы? Тірі екенін білдіру үшін. Мысалы, Сәбижанның өзінің жаңағы образына байланысты ұйықтап жатады. Ұйықтап жататын адам сияқты, көз ашық. Жоқ, просто аздап азиат болған соң көзіміз кішкентай. Ол менде де ондай проблема. Хотя, мне кажется, у вас больше всех глаза среди здесь сидящих. Менің баламның өзі кішкентай 3 жастар, ол қалжың деген әлі білмейді ғой. Ол ашық айтады да, мен көзімді ашық тұр ма, ашық емес пе тексереді. Мен бүйтіп көзім ашық тұр деймін, ол бүйтіп қарап тұр, тексереді. Оскорбление. Аниме дүкен. Сол неде біздің аниме айналасында жапондық өнер, мәдениет туралы да айтып кетеміз. Жалпы мынандай сұрақ туындайды. Жапон елі, мәдениеті жапондықтар ұнай ма? Әрине. Они классные. Они классные. Немен ерекшеленеді, немен ұнайды? Мне вообще нравится, что эта нация мобильная. Что бы у них ни происходило. Вспомните, что с нами было после первого землетрясения, после второго землетрясения, да? У меня две подруги... У меня две подруги переехали сразу в Астану. Настолько они испугались, мен де өзім қатты шошыдым. Өмірімдегі бірінші рет сілкініс болды. И когда сразу, наверное, у всех, да, в ТикТоке, в реках появились, да, моменты землетрясения, что в Японии, что в Китае, вот, отра салды. Бәрі, там 7,2 баллов было, да, они просто сели, быстро собрались. Конечно, понятно, что по природе у них часто это происходит, они к этому привыкшие, но соның өзінде де ни паники, ничего, и государство предусмотрело все для того, чтобы они знали, куда собираться. Даже жаңағы мега сияқты ТРЦ-ның көрдім, мен тұрған жерінде отыра салды бәрі, все знают, что надо делать. Но я, например, знала, что нужно там под стол куда-то идти, бірақ я растерялась, я не знала, куда мне вообще бежать, в шоке, просто ночью все выбежали. Да, то есть у них было землетрясение, жер жарылса да, через пару дней смотришь, бәрін бітеп тастаған, люди как ни в чем не бывало ходят. Вы видели, какие у них туалеты? Жер қозғалысқа арналған андай пакет туалет бар. Адамдарға бүйтіп береді, таратып береді. Тамақтары, мне еще нравится их... Он переносной туалет. В целом нация они очень клевые, то есть они успели вот как-то все перестроить, да, несмотря на какие-то события, которые в прошлом у них были, все время они все равно как-то оказываются на передовой линии. Я лично этим всегда восторгаюсь. Они крутые. Олардың кезінде жаңағы Samsung-тан бұрын олардың технологиясы, iPhone-нан бұрын оларды бірінші орында тұрған. Сосын жаңағы осы электромобильдерден бұрын қаншама жыл жапондық машиналар бірінші тұрған. Әлі де сол емес па? Әлі бірінші тұрған. Сізде ғана шығар. Қазақтардың арқасында жапондықтар әлі сатылымда. Негізі технология жағынан сол біздің жаңағы жалпы жаңағы сөйлесетін аниме тақырыбында да олардың
аса деңгейлері соған әсерін берген. Мысалы жаңағы қандай бір жанр бар еді ғой, меха болсын, анау бір технология туралы анимелер өте көп. Солардың кімдердің анау дамыған елде, мысалы Америка жаңағы кім, Жапония екеуі қатты дамып кеткен кезде солар дамығанның әсерінен бір жанр пайда болған екен, андай дүние жүзі былай постапокалипс дейді, андай стимпанк деген сияқты, андай жер бетінде бір газ айналған деген. Сондай бір катастрофа туралы. Ол как раз жаңағы қатты дамып кеткен кезде сол дамыған елдердің тұрғындары сондай неге өтіп кетеді екен ойлары. Дальше вперед смотрят, да? Мысалы дамыған елдерде жан сақтау туралы, даму туралы ойлайды ғой. Аналар андай уже басқа ойлар, сондай психологиясы басқа болады екен. Сондай жалпы жапондықтардың жаңағы Ақназия айтпақшы мобильділігі өте керемет. Бір жолға бір үлкен, өте алып тас құлап жолды бұзып тастаған екен, таудың жағасындағы жолды. Сол тас жолдың ортасына қалып қойған, бұзып. Соң бір 2 күнде сол тасты айналып, сол жолды жалғастырып салып қойған, тасты қалдырған. Сол сияқты не болса да істеп кетеді екен олар. Ешнәрсеге қарамайды. Бүгін сынық па, ертең бәрін жөндеп, и это не мешает их жизни, это не мешает их работе. В целом они реально мобильные. Возможно, потому что они привыкли к этим землетрясениям, то есть ты уже автоматически собран, ты понимаешь, что это может быть каждый день с тобой происходить, и это не должно постоянно мешать, да, там обычной жизни. Олардың негіз былай қараған кезде, мысалы біз былай түсінбей қараймыз ғой, олардың өлімге деген несіне, көзқарасына. Негізі егер өлімге деген көзқарас жапондықтар сияқты болса, олардың өмірі жеңілдірек болған сияқты. Болуы мүмкін, сондай психологиялық. Мысалы, олар егер өлімге қатты қорқып қараса, олар жаңағы заттар істемеуші еді мүмкін, Ну да. Жаңағы тез өзгерістерді. Они же вообще с природой очень тесно же связаны. Вплоть до цветов у них все поделено. Настолько они уважают все свое окружение, и это все внедрили в человеческую жизнь для того, чтобы... Мы же всегда же берем же ресурсы с природы. Соответственно, они на такой поток поставили, что они берут и возвращают. Возможно, поэтому, говорю, вот они на переднем плане, да. Бұл өте дұрыс. Сәбижан бірден айтпашы. Және олар мысалы заттарды бір соңына шейін істетеді. Мысалы қазір қарасақ, мысалы бұрында Walkman деген болған ғой. Кассеталар ойнайтын адамдар. Әр адамдар жүрсе, они все еще это используют. Әлі соны істетіп тұр. Мысалы бізге болса iPhone шықса жаңашысы болады. Соны алғым келеді дейді. Алар телефон істеп тұрса, жаңасынан көшпейді. Және осы мен сол үшін технологиясы қалып кетті дейді. Құрметтейді деп айтсақ болады да бұл заттарды. Және мен кеше алдыңғы TikTok'та көргем. Олар жыл сайын канцелярияның несін Оскар деп айтсақ болады да, мысалы бірінші орындар берді, лучшая ручка, ең күшті блокнот бол, и олар соларға мән береді да. Олар қарайсыз да, мысалы бір ручкасы бар, карандаш бар, бір механический. Біз олай нетеді ғой, специальный карандаш, который салған кезде ол өзі стерженьді бұрап тұрады да, бір нәрсені ойламайтын затты шығарады. Сол үшін олар алды да, деп айтсақ болады. И насчет землетрясения, мысалы біз екінші жер сілкінісі болған кезде, мен мектепте болған едім сол кезде. И бірінші ой, шығу керек. Шықтым, ойлаймын, менде балалар бар ғой. И сол кезде мен түсіндім бір-екі затты. Біріншісі, мен уже бала емеспін, мен уже мұғаліммін, я взрослый человек, я это понял. И осы балаларды мен қарау керекпін. Бірақ жақсы ол бізде тренингтер болған мектепте, видео әртүрлі көріп, басыма келді, вот зонтик тұр, соның астына тұрамыз, жер біліс бітті, түстік, шықтық, тұрдық. Окей. То есть инструкция как бы повезло. Бізде енді менде естіген, мысалы бір ата-аналар садикке келген уақытқа келіп қалды ма, айту ата-аналар тұрған екен, жер сілкінісі болған кезде, екінші болған кезде. Айту жаңағы инстинктпен барлық ата-аналар жер сілкін басталған кезде кіріп кетті жаңағы зданияға. Енді олардан өздерінің өмірінен гөрі балаларының өмірі қымбатырақ қой. Сонда бір жақсы қасиетті көрдік. Сондай қазақтардың өздерінің. Сол қазақтарда өздерінде бар андай батылдық, андай әдемі қасиеттер. Оны көбіміз білмейміз да, былай сезбейміз. Жаңағы не туралы, жер сілкінісі туралы негізі
халық қорқып қалған себебі біріншіден біз ондайды көп көрмедік иә. Көрмегенбіз. Біздің қазіргі дәуірдегі адамдар тіпті көрмеген сияқты. Алматыда қанша бір 100 жыл бұрын болған сияқты иә осындай. Ең ірісі иә. И 19 ғасырдың соңында болған. Иә, 11-ші и 880. Википедиядан шықпай кеттім. Землетрясение Алматы сегодня. 9 балдық болған ғой дейміз ғой. Иә. 9 емес, аздау болған. Аза болған. Иә, 9 болмаған. 9-ға шығып бер жауып Кенинская и Өте қатты одан көп болды. қаланың иә. бәрі құрап кетті ғой. Она на первом месте стояла по всему миру даже. Может ошибаемся. Содан болып шығар Факт-чек осы жасау керек. алматылықтардың аталары, арғы аталары жоқ. Содан бәрі келген адам. Бәрі адамдар өлтіріп тастасаң. Орталық Азияда ең ірісі соңғысы Ташкентте болған, ол 67 1900 Ташкент Кстати, да. 67 құтылған, жылдар иә, иә. иә. Сол кезде бүкіл қала құлаған болып саналады. Құлаған себебі олар неден үй салған ондай? Балшықтан салған, оның бәрі қирап қалған жер қимылдаған кезде. Содан кейін қайтадан салып шыққан. Уже анау неден талқылағанбыз ана кімді Миядзакидің ходячий замок. Керек аудиосы. Үйлеріміз сол ходячий замок болып кетті. Жапондардың жер сілкінісіне қатысты туралы кешегі сериал бар. Жапондардың Сёгун деген шықты. 18 ғасырдағы тарих туралы айтылады. Сол жерде мысалы айтады да. Көрініс болды. Иә, ағылшын біреу келеді. Бірінші рет ағылшын адам Жапония жеріне келген кезде айтады. Бізде жер сілкініп тұрады дейді. Анау таңғалады, ол неге дейді. Жер сілкінеді, сосын бізге цунами келеді мына жақтан. 18 ғасырдағы оқиға. Неде жапондықтарда неде жаңағы аниме бар 8 балл, қателеспесем 8 балл деген атау. Көрімдер өте жақсы. Сол жерде Рахмет. біз Бүгін азанмен тұрдым ғой, чтобы подготовиться к подкасту. Мен түсімде уже землетрясениеден келе жатыр. Айтпақшы психологиялық қатты андай ПТСР деген не бар ғой. Иә. Көп адамда пайда болған Не шығар. білесіздер ма бұрында соны сериалда, жаңа фильмде көрсем, жаңа про ПТСР. Я думаю, ну перебарщивает, вот честно, перебарщивает. Осы американдықтардың шығармайтын. Ой, мой психолог. После первого землетрясения жатырмын, мне бүкіл денем қозғалады деп тұрамын. Аса ресторан қарайсың деп. Нормально. У меня после второго дошло до маразма. У меня мозг представляет, что люстра шевелится, чтобы вы понимали. Я говорю, мне кажется, ну уже Петя Уже неті шатастырасың, иә? Я денем былай қозғалады ғой, жатам, былай қозғалады, и бүйтіп рядом человек пробегает, мне кажется, земля трясется. Я вот не шучу, я вам клянусь. Мне кажется, мне правда к психотерапевту надо. Я ПТСР реально. Қатты қорқып қалдым. Теперь я не смеюсь над теме, когда вижу, что люди бывают же андай авария такие бүйтіп отырса, я тебя понимаю, чувак. Иә, негізі сондай бірдеңе керек болған сияқты бізге. Эмоциональный стресс. Қатты еркін болып кеткен. Хотя я не скажу, что это мое первое землетрясение. Я же Тараза, там иногда тоже потряхивала, но не так сильно, еще же по пару секунд. Вот где-то 7 лет назад тоже было землетрясение, потому что тогда я впервые в свою квартиру переехала. Мы с подругой сидим, и мне кажется, что стены вот так вот делают. Я говорю, мне голова кружится, как менде басмайн алватыр. Я говорю, землетрясение может? И вот тогда я помню, было землетрясение, потому что у меня на 15-м этаже квартира, и она немножко вот так вот шатала. Но то, что было вот 23 января и вот 4 марта, это, конечно, не сравнится. 15 этаждағылар енді әбден қиналған шығар. Хотя вот второй раз, мне кажется, вот когда вот так вот трясло, как будто я проще перенесла. Как будто вот страшнее было, кто у нас в частных домах живут. Вот они рассказывали, вот они сильно перепугались. А я первого испугалась, потому что мне казалось, еще наши дома Титаник называют. Я говорю, сейчас что, поплывем? Ол меніңше неден сияқты анау өте аз болды ғой. 3 секунд резко болды. Может быть. Анау ұзақ тұрып алды ғой. 30 секунд. Бірақ та неде жоғарғы көп этаждық үйлер мен жаңағы жер үйдің айырмашылығы, жер үйде қатты көрінеді, сезіледі. Ана жақта біраз нететін шығар, жаңағы көп этаждар бір-бірінің өзінің жаңағы волнасын алып алатын шығар. Сондықтан аз сезілетін шығар. Бірақ та көп этажда тұрған кезде неден қорқады екенсің, психологиялық қорқыныш көбірек болады. Өйткені егер құласа, ол жақта шанс аздау, ана жер үйден көрген. Сондықтан қазір жер үйлер қымбат кетті ғой бізде Алматыда. Негізі жер үйдің құлау несі көбірек. Жер үй қауіптірек деп саналады. Меня, например, друг успокоил.
Если все свалится, тебя перевернут. Я же на высоких этажах живу. Я говорю, спасибо. ең жоғарыда ең үстінде Да, бүйтіп па былай қылады ғой, ол былай қыламайды бірінші ғой. оптап Деп қылады, ол говорит, тебя одним из первых, говорит, найдут, не переживай. Чтобы вы понимали, после первого землетрясения я настолько испугалась, я пошла не кота спасать, я пошла спасать телевизор. телевизор тоже Я забегаю в спальню, у меня вот так вот квартира былай теңселіп тұр ғой. Я такая, мама, телевизор! жаңағыда жақында сатып алып па едің әлі кредит төленбеген әлі кредит жабылмаған ба Жоқ, қашан сатып алдық оны? кредит емес нарсырочка Это же мое любимое. У меня выходные, я включаюсь в комнате, включаю либо вот Наруто, либо свои дорамы. И вот я растерялась. И мама говорит, мен сені құтқарайын ба десем, сен деген, мама, телевизор деп. күштік не телевизорден бүйтіп жақсы кино көрген жақсы көресің ба сонда стриминг ба сенде неде каналдар Да, я обожаю Netflix. Netflix Чтобы вы понимали, мен ТикТокты былай қосып аламын. Бывает же, когда через проектор делаешь телевизор, я вот так ТикТок листаю. Книжки так могу читать. Поэтому я его пошла спасать. Удобство для меня все. айта беруге болады бізде қазір біз Қазақстанда Netflixке жетіп алады изи бізде әрине кімнің айналасында болғандықтан анименің айналасында болғандықтан анимеге оралайық анимеге қайта ораламыз керекпіз еске түсірейік қателеспесем жаңа Макото Синкайдың көп нелері анимелерінде катастрофа болып жатқан сондай нелер бар сахналар бар кімде ең соңғы Сэцуме есік жабатын сонда жер қозғалысы туралы тағы айтады тіпті жаңағы өздерінің жаңағы несі кейіпкер ма жаңағы бүйтіп бір шығып келіп жаңа есік жаппаса шығып келетін қызыл бір жын сияқты жын сияқты соның өзі жаңағы жердің қаупі жердің кегі деген бір нені суреттейді ғой сол туралы қалай ойлайсыздар Алматыда осында бір кейіпкер шықты ма жоқ сол 5 жылда бір рет бүйтіп шығып тұрады есігін анда жауып тұру керек ол туралы біз қазір көп білмесек те оны атап қояйық өзімізге енді атау жер сілкінген кезде анау нетіп жатыр завалы деген сияқты аты кім оның Алмат не болса аты не болса верный болса есік бұрынғы аты ғой бұрын крепостьтің аты осы жерде орыстар салған бұл жерде қала Ни разу, оказывается, не задумывалась, почему называется верный. Неге верный болды сонда? Діни подтексті бар деп ойлаймын. Скорее всего. Ол уақыттағы крепостьтардың бәріне сол кімнің атын берген ғой? Патшаның, я болмаса әулиелердің бір какой-то орыс православ шіркеуінің әулиелерінің. Бізде осы қазіргі аттаудың өзінде де діни бірдеңе бар ғой. Анау бізде ең бірінші адамымыз Хауа мен адам екеуі жеп жүрген алма біздің атауымыз ғой, қаланың алма ата деп па? Иә. Сонда қызық болсын, бізде осы туралы аниме өте көп, жаңағы екі персонаж туралы. Бұл ешқандай дінге байланысты емес, сенімге байланысты емес. Ева жаңағы кімнің қабырғасынан шықты ма, әлде қайдан келді Ева? Я сама в религии, в исламе, поэтому... Тем более. Ну, нас создали из ребра. Вот. Я конкретно про женщин сейчас говорю. Из ребра. И поэтому я больше никакую информацию из неда не воспринимаю. Басқа версиялар көп негізі. Балшықтан шыққан. Балшықтан шыққан. Жоқ, адамды балшықтан жасаған ғой. Адам балшықтан шыққан. А мы из ребра его. Жалғыз жүрген, скучно было. Осыған дос керек. Жасап берді досты. Кім? Өміріміздің өзі ертегі болып кетті. Жаңағы балшықтан жасаған кісі біреудің досы болды ма? Жоқ, балшықтан кісіні жасады, бірінші адамды жасады. Адам, Ева. Адамды жасады. Солар айтты, ол адам жалғыз жүріп, өзі не істерін білмей жатыр дейді. Все мы созданы парами дейді ғой. Соның парасын жұп керек болғанда, соны өзін сен сияқты жұп, сенен жасаймын, сенің қабырғаңды аламын, соны әлі жасамын. Сол мен осындай тақырыпты әлі ашып отқан себебім баяғы бізде анимеде бізде деп біздің қазақтың анимелерінде өте көп бүкіл осының айналасында тақырыпқа жақсы анимелер бар.
осы жаңадан шыққан адский рай. Сосын жаңағы кімде екеуі төбелеседі құдайлар мен адамдардың. Иә, Вальхалла бірдеңе деген аты қалай еді? Конец света. Повесть о конце света. Иә, Повесть о конце света. Сонда жаңағы адам мен жаңағы Зевс екеуі төбелеседі. Адам мен Зевс төбелеседі. Жаңағы адский райда тіпті андай басқа жаққа кетіп қалады. Құдайлар кім екенін. Олар адам болып шығамыз. Ол адам емес, бірдеңе көріп шығады. Нәр ішкен адам ба, бір нәрсе. Сондай, иә. Сол анименің сол несі емес па, самое главное, если какие-то мультфильмы сочиняются на там основе сказок, анименің тематикасы вообще она безграничная. Да, они могут роботов туда добавить, да, мысалы, вот «Атака титанов». Я когда-то, кажется, перепутала с «Стальным алхимиком». Из-за этого закрыла. Мне очень важно, чтобы картинка красивая была. И я думаю, что за роботы непонятные ходят. А потом смотрю, после концерта анимешного, я такой, что-то как будто там не было, говорю, вот таких вот. И решила вот тогда посмотреть. Еще хуже, там титаны появились, которые такие жуткие. Ну вот, и говорю, аниме вот именно этим прелестно, то, что они все могут объединить. Ну, естественно, допустим, все, что, например, я не воспринимаю, я такие аниме, например, не смотрю. Ну, вот, например, да. Дінге қатысы бар ма? Дінге қатысы бар, иә. А так қатыгез андай қаны көп көре бересің бе? Ну, так чино. То есть сондай тоже сондай жанр, сондан болып көрмегенсің ба деген? Больше мне от визуала зависит. Бывает же, когда вот картинка такая сочная, красивая, и вот хочется смотреть. Қан былай пылш-пылш деп А после Наруто мне это не страшно. Нарутада сондай бар ғой, иә? Да. Аз ғой, бірақ қатты көп емес. Там же жестокий, вот, допустим, когда Обита под завалами остался, вот это же уму непостижимо, да, что один глаз просто вот берут и отдают. Или там чакры не лечат, то есть там тоже есть вещи, которые, если ты впечатлительный, кішкене андай ауыртеді. Аниме деген. Бізде осы анимені қолданып әртүрлі осы кез келген тақырыпта аша беруге болады негізі. Кімде жаңағы титандар жүгіріп жүрген титандарда жыныс жоқ қой. Бәрінде былай жыныс жоқ сияқты көрінеді, иә? Сонда қазіргі мынандай бір керемет тақырып бар. Небинар деген кейіпкерлер. Соған көзқарастарыңыз қалай? Білмейді екенмін. Анау андай еркек емес, әйел емес деген кейіпкерлер. Осы біздің адамдар. Я анимеде көріп кетті. Қазір Сәбижан бір өзінің керемет ойын айтайын деп. Жоқ, айтпай қой. Айта бер. Cancel деген зат бар қазір, айтпай қой. Cancel Қазақстанда жүрмейді қазір, айта бер. Жоқ, негізі мен ойлаймын, Атака титановты неге жыныссыз болған себебі жүгірмейді ғой, былай ұсталмайды ғой балалардың мультигінде былай жыныстық мүшелерді. Ал былай содан бір сызбаған ба? Иә, сөйтіп ойлаймын. Және дополнительный анимация ғой былай жасап қоюға. Осы кімде Просто еңбек күшін экономдаған болып тұр. Артық краска, неде электрондық краска. Мысалы, ең бірінші ашық енді эротикалық сахна ол неде болды? Sailor Moon'да болды емес па? Киім шешіп тастаған кезде. Сол Sailor Moon кезіндегі анимелерде де болды сонда киім шешкен. Қанша жарты секундтық болса да жап-жалаңаш болған кездері болды. Юбочка. Оның бәрін шешіп тастайтын. Олар киім ауыстыру үшін бәрі жап-жалаңаш болады да. Бірақ ол салмайды, ол тек қана силуэт қана болып тұрады ғой. Силуэт болады. Ары қарай өздерің елестетіп алып. Сол үшін олар воображение жақсы да былай. Дұрыстап салмайды да, сами додумывают, надо приходится креативным быть. Сонда басқа себебі жоқ па жаңа Титанда ешқандай? Шын айтса білмеймін, очевидно 18+ болмас үшін сөйтіп салып қойған шығар. А причем титаны полуголые. Они же не имеют какие-то гендерных, да, отличий? Ну, я не заметила, я только 10 серий посмотрела. Көтендерін ғана көрдім. Остальное, думаю, цензура была. Такая лицемерная немножко цензура, да? То есть впереди нет, сзади есть. Тағы бір тақырыпты ашып жатыр ғой. Cancel бізде культур cancel деген нәрсе бар ма бізде Қазақстанда? Бар ғой енді. Біраз адамды cancel етіп тастады ғой. Кімді? Я знаю. Мысалы, Али Оқаповты. Али Оқаповты, иә. Разве? Иә. А за какую тему? Құрмет орденін алған үшін.
Бізде сол айтып отырмын, бізде cancel басқаша жұмыс істейді. А разве он не Бірақ сосын еңбек үшін. мысалы Рамиль Мұхаряповтың вот сөзінен я вот- кейін Чоко Фэмилиді болмаса Пинтаның кейсі бар. Пинтада қазақша өлең қоймаймыз деген үшін қазір кірсең тек қана қазақша қойып қойған Ну, я Пинтаны. думаю, что вот из всех вот этих канцелов, наверное, сильно вот на Чокофуд, да, повлияло. Вот Ең больше біріншісі всего. болды ол, ең Потому біріншісі. что, да, Иә. и он самый, последствия у него хорошие, прям такие, до сих пор Cancel деген ощущаются. атасы ондай. Иә. Cancel. Вот, а насчет Али, мен сол тема негізі түсінбедім, я считаю, что он заслужил. То есть, как бы, why not? То есть он немало чего сделал. Есть нельзя же судить только потому, что он просто пел. Он же сколько для людей песен же написал, сколько он играл, сколько он работает. То есть я эту тему немного не поняла. То есть бывает, когда из одного человека, из одного мнения просто попадает невинный человек, и вот это просто волной сносит то, что копилось очень долго. Это как землетрясение. Земля копила энергию, и она просто выплескивает. Халыққа бір не жертва керек болған шығар, Иә. ыңғайына келіп қалған болу керек. Қазір мысалы үлкен біз не компаниялар туралы айтып отырмыз, бірақ кішігірім компаниялар да өте көп жиі кездеседі, мен өзім байқаймын. Мысалы бір кафелерге қатысты компаниялар болады, қазақша қызмет көрсетпей қойған үшін барып адамдар барып минусовать етіп кетеді. Енді оны бірақ түсінуге болады. Иә. Өйткені, типа, не үшін қазақ елінде меню на русском, например, или песни только русские или, да, там, иностранные. То есть это еще как-то оправдано. Вот Алиды мен түсінбедім. Қойма тима. Былай ашық айтсақ, жаңағы вот жалғас точно білем андай нені, инструкция бәрін қазақша оқитын. Электрондық жаңағы приложениялар болсын, әр қандай да бір инструкцияны қазақша оқисыңдар ма, әлде орысша оқисыңдар ма? Ағылшынша. Ағылшынша? Иә, көбінесе ағылшынша оқимын. Қазақша оқу біраз қиынға түсе ма? Түсіну жаңағы Иә, қиын. Мен жалпы инструкция оқитын адамды кездестірдім. У меня, наверное, больше сопротивления, потому что на русском-то я сразу понимаю, а қазақша оқыған кезде я начинаю переводить это на русский, но иногда бывает, я заставляю себя. Почему? Потому что это нужно бара-бара, кішкене қиын болып жатыр. Мысалы, былай мен айтамын, қазақша сөйлемеймін деп. Бірақ әдебиет тілінде өзім ойымды қиын жеткіземін, либо вообще жеткізе алмаймын. И, соответственно, какие-то вещи я когда читаю, я заставляю вникать в себя. Почему? Потому что, ну, я думаю, это, конечно, понятное дело, да, что это последствия там постсоветского пространства, но распались мы очень давно, соответственно, да, мы, слава богу, там 32 года существуем как независимое государство, и думаю, что пора переходить. Но я думаю, куда халаса, может быть, еще одно поколение, думаю, что все будут на казахском разговаривать, потому что моя бабушка, мои родители, они все же на русском же говорили. Это несравненно имеет влияние все равно на то, как ты думаешь и говоришь. Соған келе жатыр ақырындап қарасаңыз. Мен шын айтсам соған разы болып тұрмын. Себебі мысалы сіз айттыңыз, инструкцияны қазақша оқысам, маған қиындау, себебі кейбір терминдер ауырып кетеді, мен түсінбей қаламын, не керек, не істеу керек. Мысалы раменні, мысалы, как сварить рамен, қалай қайнатасыз, түсінемін. Қайнатасыңыз 4-5 минут салыңыз, окей. Там же рисунки. Иә, бірісі әдеби болып кетсе, мен түсінбей қаламын. И больше злишься, да? Почему не понимаю деп. Иә, өзгеріп жатыр, Құдай қаласа және үкімет қаласа деп. Но я думаю еще, что мой казахский, он тоже изменился. Мектепте оқыған кезде көп сөздер болған жоқ. Мысалы, инструкцияны ашқан кезде, мы же раньше читали же, мы диктанты писали. Но сейчас, мне кажется, очень много новых, и они сложные. У меня просто есть сестренка, я говорю, Карина, мне, она говорит, услай болады. Я всегда думаю, а почему так усложнили? Почему нельзя оставить, например, там, это же слово, там, чтобы было проще, например. Тіл өзгереді солай. Да. Өмірмен бірге. Сол болмаса, қиын, кейбір сөздерді түсінбеймін мен. Сіз нелері бір-бірімізге көмектескенде дұрыс, мысалы, сөздер табылмай жатса, жаңадан ойлап құрастырып, мысалы, біз осы подкастты қайта Үнемі жаңа сөз құрастырамыз. Мысалы, cancel culture'ды кемсіту мәдениеті дейміз бе? Жоққа шығару деген. Жоққа шығару, иә. О, мен мысалы бас тарту болмаса там. таптау аяғысында. Болған дәстүрде болғанға бүйтіп 3-4 найзамен қойып қояды да, түкіреді бәрі келіп. Қай жақта? Біздің дәстүрімізде болған ғой, бұрында мен бір кинода көрген едім. Қоз көрші байланыс болу ма, біреу өлтірген ғой. Біреудің олай несін жігіттің ба олай күйеуін. Соны ол айтқан, ол аттан құлап өлді ма деп өтірік салғанда, ол қайтып келсе ол тірі екен де. Соны біліп алып, ол сол өтірік айтқан батырды бүйтіп найзамен бүйтіп жері салып қойып,
прям жазылған жоқ, былай бүйтіп, привязали, грубо говоря, и просто адамдар бәрі келіп бетіне түкірген. Сондай бір аты бар мені. білмедім, культура мені Қазақстан шыққан қондай. жоқ қазақтарда мынандай дәстүр бар, егер бұрынға қайтып оралатын болсақ, бір хан ұнамай қалса, я бір сұлтан ұнамай қалса қазақтарға, билеуші деп айтайық, билейтін адам ұнамай қалса, қазақтар үйін жинағанда көшіп кететін болған. Серьезно? Жұртта қалған хан, жұртта қалған жалғыз хан деген сөздер бар. Мысалы, бір хан бұйрығы ұнамай қалады саған. Сол кезде ол аналар халқы келіспей тұрады, бірақ анау айтады, жоқ, осылай істейміз дейді. Сол кезде өзің істей бер дейді. Юртың ұстап Күшті екен ғой. Cancel culture'дың атасы міне. Пожалуйста, онда жаңағы бізге анау сирена шықпай қойды ғой. Көшіп кетейік та Алматының тұрғындар. Обратно возвращаясь к Жер землетрясению. қозғалысқа тағы келдік. Мне тогда, знаете, юрта не такой уж и плохой идеей показала. Бәріміз көшіп кетсек юртаға. Я говорю, ата-бабаларымыз ақылды екен ғой дедім, юртада тұру. Негізі көшпенділер олар адам қозғалған кезде дамиды ғой. Дамыс тездетеді қозғалған сайын. Отыра берсең баяу дамисың. Күшті тақырып екен. Мы все дальше от аниме. Даже не бросают в аниме, мы обратно переходим. Қайта өзіміз алып келеміз бәрі басқа жаққа. Мысалы, природные вот эти вот, получается, и Японияда не болған, Хиросима, Нагасаки болған ғой. Соның бәрі оның культурасына көрініп тұрады. Мысалы, анимадан басқа ойындар бар. Ойындардың өзінде, мысалы, Metal Gear деген ойын бар. Соның ішінде ең басты враг, ол ядерная война деген сияқты бір боеголовка, прям робот па әйтеуір. Содан шыққанға мехалар. Олар қалай жүреді, адамдар бәрі қорыққан содан. Себебі келіп сен өзің түсінбейсің, бір секундта жоқсың. Сондай заттар романтизировать деп айтсақ болады. Романтизировать не в плане то, что им это нравится, олар ұнап тұрған емес, бірақ та соны ойға салып қойғандай болып тұр. Солай көруге болады, өте көп қорқыныш бар екен сол елде, бірақ дамып тұр. Мысалы, кез келген анимені алып қарасаңыздар, ішінде әсіресе сёнэн деген жанрда, атыс төбелес шабыс, сондай жанрда ең апогейі, шайқастың апогейі болған кезде үлкен жарылыс болды. Саңырау құлақ жарылыс болды. Анау катастрофа болып саналады. Ол сол жапондардың санасында баяғы Хиросима, Нагасаки сол қалып қойған. Бізде де өкінішке орай бар ғой мына семейде. Бізде рефлексия жоқ ол жайлы. Сол рефлексия негізі рефлексия болу керек негізі. Өйткені Барна ее не поддерживает. Он вас встает сразу. На корню прибивает такие вещи. Оның себебі бар шығар. Өйткені шыны керек, анау ауру әлі бар. Қаншама поколение әлі ауру балалар туып жатыр. Оны ешкім дәлдеген жоқ, ондай деп айтқан жоқ. Дәлденбейді белгі себептермен. Соның негіз көтерген дұрыс. Ол тек қана жаңағы туынды кино емес, аниме үшін емес, негізгі. Мен сол жаңағы жапондықтарға қайта сол жаққа мысал алатын болсақ соларды. Олардың сол қасиеті маған ұнайды, ашық олар. Жаңағы өздерінің ауруын жасырмайды, өздерінің бір кемшіліктерін жасырмайды, бәрін ашып айтады. Вот здесь я бы поспорила. Во время Второй мировой войны вы же помните, что там было? Говорю, отряд 701, да, и когда они создали армию утешения, да, забыла? Камикадзе, да? Когда китаянок и кореянок использовали для солдат. То есть, например, я же еще люблю очень сильно корейскую культуру. То есть, почему постоянно распри такие происходят, да? Не дай бог, там, корейский артист, да, знаменитая звезда, сфотается где-нибудь на фоне японского там чего-то, имеющего... Вот его заканцелят моментально. Почему? Потому что даже на данный момент, на сей момент, Япония так и не признала, что они такие вещи проводили. То есть, как бы это... Когда вот... По датам точно не помню, но когда вот произошел тот момент, когда раскрыли вообще вот этот остров, где все это происходило, вы в курсе, что, во-первых, там было 3000 подопытных, да, даже, возможно, больше. Все же документы моментально же сожгли. То есть женщин сразу отправили по домам, и те, которые вернулись, вот енді может, десяток, да, осталось, қалғандар көп өліп қалды, когда они сюда вернулись, они же многие так и не смогли признать тот факт, что с ними такие вещи творили, то есть они, армия утешения была. И в 91-м, нет, вру, в каком году, короче, когда там тоже есть президент в Корее, который заканцелили за то, что она там секта агрокетного бірдеңкесі бар, могу ошибаться. И там тоже должны были подписать какой-то документ о том, что там Япония признает вот этот момент. Но они опять этот момент как-то, знаете, вот
сделали так, что вроде бы на документах они извинились, а по факту они свои извинения не принесли, и они не признают этот факт. Соответственно, говорю, я думаю, что это, наверное, такое страшное пятно, что қанша жыл болды өткеніне соғыстың, но они не признают этот момент, как будто этого не происходило. ондай нелер Это самое страшное, что у них там было. кімде жаңа кореяндықтарды жапон қытайларды өте қатты қинаған, олар да енді жаулап андай колониясы сияқты бірде болды ғой, иә? жаулап алған ғой. Кімде режиссерді атын ұмытып тұрмын, цветы войны деген күшті кино бар. Сонда жаңағы әңгіме көрсетеді. Иә. Қыздарды алып кететін. 12-13 жастары, иә. Сол жерде өте керемет ойлап тапқан сахналар бар. Жаңағы кино мағынасы. Шіркеуде, мысалы, Қытайда жаңағы кімдер анжиндер кеп шіркеу жасайды, жаңағы христиандық дінді таратады. Сол кезде ән айтатын қыздар бар, кішкентай, 12-13 жастағы. Сол қыздар жаңағы соғыс болып жатқан кезде шіркеуде тығылып отырады. Сол жерге жаңағы кімдер сондай махаббат жұмысымен айналысатын дейік енді жаңағы қыздарды. Сондай қыздар келеді да, ол қыздар да тығылып қалады, бәрі бір жерде тығылып қалады. Сосын жаңағы шетелдік кім дейміз, анау священникті қазақша бар ма екен? Сол священник Кристиан Бейл. Тәуіп емес па? Тәуіп дейді. Тәуіп емес па? Имам? Имам ғой. Христиан имам, иә. Христиан имам, иә. Сол Кристиан Бейл. Сол ойнайды, сол Христиан Бейл. Күшті кетті. Сол жігіт, короче, нетеді, құтқарғысы келеді. Сол кезде анау қыздар, ана кішкентай қыздарды құтқарады. Аналарды, кішкентай қыздарды алып кетейін деп жатқан кезде өздері орнына барып, өздерінің жертва. Енді көрініп тұр ғой, олар барған кезде бүкіл солдаттармен нетеді, астына қалады, өледі деген сияқты. Сөйтіп, үлкен әйелдер Қытайдың кішкентай қыздарын сақтап қалған. И там же еще же, что ужасно было, что, что может быть ужаснее там изнасилования, да, то есть они же там, у них же это как работа была, там с 8 до 5 условно происходило это, в субботу-воскресенье, типа короткий день, плюс ко всему они же уничтожали саму как нацию, да я думаю, что наша страна тоже через это проходила, да, когда заставляли говорить не на нашем языке, и там, то есть тоже их заставляли одеваться по-японски, японские традиции, на японском они говорят. На самом деле мы тоже это прошли, но думаю, возможно, для меня кажется, что это менее травматично, возможно, потому что я не жила в это время. Но по рассказам родителей я понимаю, что это было ужасно. Любая колонизаторская страна... Геноцид бізде бар ғой. Геноцидті біз ресми түрде ашпасақ та, соны дәлелдемесек те... Қайбір Тинаның жазғаны. Бәрі бар. Бізде жаңа қырған 50%-ді қырып тастаған, біздің қалай қырған көп деректері бар. Оны ашпайсыздар. Жаңағы жапондықтардың қатыгездігі, бізде болған қатыгездік, жаңағы Совет үкіметіндегі СССР кезінде, тіпті одан бұрын жаңағы Россия империя кезіндегі қатыгездік, оның менің ойымша белгі ең басты себеп империалдық сана. Дұрыс қой, енді басқаша қалай сен бағындырасың біреуді? Кімдерді бір елді жаулап алу, оларды бағындыру, тіпті жаулап алу дегеннің өз ойы тек қана империалдық санада ғана бар. Сол ағылшындар бірінші енді үлкен империя болды ғой, ағылшындар одан сыртқа енді одан арылған кезде, жапондықтар екінші дүниежүзілік соғыстан енді күшпен болсын арылды ғой. Сол сана жоғалған кезде біраз енді көрші елдер біраз татулы болып кететін сияқты. Бізде енді қазіргі кезде өкінішке орай сондай заманға қайта оралған сияқтымыз ғой. Мынау қазір болып жатқан екі соғыстан. Екі елдің. Маған қызық сияқты болып көрінеді. Мысалы, менің ойымша, жапондардың екінші дүниежүзілік соғыстан кейін жеңілгені жапон мәдениетінің қайта жаңғырғанының белгісі сияқты да. Себебі жапон мәдениетіне алып қарасаңыз, аниме пайда болды, технологиясы дамып кетті. Одан кейін жаңағы азғындық ойлар деп айтайықшы. Оны мысалы анименің жанры бар, хентай деген. Сол жаққа қарай бұрып жіберді деп айтайық. Болмаса бір соғысқысы келе ма, онда міне анименің жанры бар. Сол адамдар өзінің ішкі
потенциалын энергиясын сурет салып сол арқылы шығаруға қарай көше бастаған сияқты. Фильмдер пайда болды, неше түрлі әдемі фильмдер пайда болды. Осы айтып тұрған сөздің мағынасы бүкіл біздің өмір сүрген жаңағы тарихымызда дәл келеді. Мысалы, тасты үшкірледі ғой, біздің бұрынғы ғасырдағы адамдар. Сол кезде үшкірлегеннен кейін өлтіру айтысы пайда болды ғой. Тек қана жануарларды тамақ үшін емес, бір-бірін қырып. Сол үшкірлеген кезде адамның дамуы өте жылдам болған екен. Содан кейін тағы бір дамыған кез, бәлемпай 1000 жылдан кейін жаңағы не дейміз, порох. Сол пайда болған кезде даму тағы өте жылдам. Сондай соғысқа, қаруға, бір қатыгездікке байланысты бірдеңе пайда болған кезде Человечество, получается, даму идет өте быстрее, жылдамдады екен. Жаңағы кімнің Ноланның соңғы киносы да. Жаңағы бір кезде өмір сүрді ғой, Эйнштейн жаңағы сияқты ғалымдар. Солар жаңа қарудың жаңа түрін ойлап тапқан кезде, енді ядролық түрін, жаңағы массалық құрту қаруды ойлап тапты ғой. Сол кезде тағы қатты дамыған екен дүние жүзі. Интернет соның әсерінен пайда болды. Сонда сол бұл ненің көрсеткіші, бұл нені айтып тұр? Сонда адам Азырақ соқсақ дейм, көбірек соқсақ дейм, түсінбей кеттім. Так это все из жадности же берется. Негізі ол энергия ғой. Мысалы, энергияны қалай істету? Мысалы, адам бірінші энергиясын істетіп, тас жасады. Потом порохты тапты, атом энергиясын тапты. Қалай істетсең соған байланысты ғой. Мысалы, атом энергиясын біз айыс тастақ. Мысалы, Қазақстанға 2-3 ай айыс болса, барлық Қазақстан былай спокойно өмір сүреді. Ал басқа жағы, таяқтан 2-3 жыл өтеді ғой. Басқа жағы адамды жарға болады. Адамның несі де, пайдасы да бар, зияны да бар. Иә, сол күш бар ол кезде сен жақсы адам болу қиындау. Себебі сен адамсын басқалар бағындыра аласың. Сол соблазн көп та, соны өзіңе бастыру қиындау болады. Ана кімнің сонда дядясы айтқан сөз бекер болды ғой, Спайдерменнің дядясы. Жоқ, как раз таки наоборот, сол дұрыс айтады ғой. Ол келіп тұр ма? Иә, көп болса, типа, чем больше сил, тем больше ответственности. То есть, егер сен біреуді өлтірсең, ответственность на тебе будет. То есть, ты можешь больше навредить и больше помочь. Сол ғой, ответственность, жауапкершілік қандай? Жауапкершілік сен өз күшіңді сақтау ма, әлде өз күшін қолданып бәрін қыру ма? Қолданып, жақсылыққа қолдану. Көбірек аниме түсірейік. Біреуді бомбамен жара бергенше деген. Ол енді негізі ашық әңгіме деп ойлаймын. Сол қандай жауапкершілік? Кімдер жаңа Октопус, кімдердің бәрі өзінің білімін, күшін қолданды ғой? Кімнің Я так резко вспоминала, кто такой он. На секунду вылетело просто. Бізде сол енді біз керемет андай білімді жаңағы кім батенктер бар ғой, андай бәрін білетін. Сондай емес біз. Бірақ та сол жаңағы аниме, комикс, солардың енді өзі жақсы көретін неміз бар ғой. А что первые появились, комиксы или аниме? Ой, манга. Комикс. Комиксы, да, все-таки? Комикс былай жалпы неге халыққа тарап, сатылып, сондайсы енді сондай нарық пайда болған, ол бірінші комикс деп ойлаймын. Аниме, манга сияқты суреттер, олар өте бұрында болған екен жапонда. Олар енді суретпен салып, оқиғаны баяндаған ғой, бірақ енді манга параллель жүрген шығар. Неде естеріңде болса, бір самурай туралы киноларда адамдар бір тақтаға қарап тұрады ғой. Жергілікті ауылдағы адамдар. Сөйтіп нені жаңалықты сөйтіп қарайды. Бәрі келеді, жазудан бұрын суретке қарап көреді екен. Газет болған ғой, былайша. Иә, газет болған, тақтаға сызып қоятын. Кинотеатр. Аниме деген. Жаңадан Сабизжан жаңадан көрген керемет әсер болған. Қызық анимелер бар ма? Аниме бар ма? Соңғы кезде мен қолым жетпей жатыр соған. Бірақ соңғысы, мен қазір көбінесе толық көрмеймін, мен разборды көремін. Мысалы 30 минутта оның сюжетін айтып береді саған. Көрмеген анимені разбор көресің бе? Иә. Это влияние соцсетей, говорят. Көрмаған сияқты болып отырасың. Көрмеген сияқты отырасың, бастап сөйлей аласың. Мысалы мен оқушыларым көп қой. Оқушыларым бос уақыттары көп.
көп аниме көреді. Солар мен олармен үйлесіп иә сабақтарым қызық болу үшін олар мен үшін мен бір нәрсе көріп көру керекпін. пайдасы тие ма былай жұмыста? Иә, әрине. Мысалы қызықтырып, мысалы мынау доктор Стоун сияқты бір нәрсе болып тұр. О, серьезно, бүйтіп сөйтіп қызықтырасың ғой балаларын етіп. қанша жаста оқушылар? Қазіргілер ең жастылар 7-ші сыныпта. Ал мысалы 2 жыл бұрын олар 5-ші сыныпта болған кезде вообще Наруто олар мен Наруто көргенін білген соң далада не может быть дейді. Мен әрине сен туылмаған кезде мен көрген кәдімгідей дәл соның аясында достасып иә тіл табысып. Иә, тіл табысып. Хорошо работает тема эта. Күшті. Сосын мына брейк-дэнс дейді ғой, мысалы сразу. Иә. Айсбрейкер. Сөйлесу оңайырақ болады балалар. Қазіргі 5-ші Они сразу доверяют тебе. 5-ші 7-ші класстың оқушылары не көреді? Көп зат көреді негізі. Соңғы шыққан заттардың бәрін көріп тұр. Мысалы, көбісі One Piece'ті көріп жатыр. One Piece. Джуджутсу Кайсен, магическая битваны көріп жатыр. Клинок бар. Человек бензопила көреді ме? Бензопила Ой, көріп да, One Punch Man. Им по идее нельзя, типа азап 16 плюс, бірақ та Иә, көріп тұрады. Бәрін көреді олар. Бәрін көреді. Ондай жаңағы ограничение істемейтін сияқты иә. Геройская академия. Ол заңның талабы ғой. Бірақ заң орындалмайды. Мысалы 2 жыл бұрын Токийский мститель деген болған, бандалар туралы. Бар мен тиктокта көремін, балалар бүйтіп вот собираем банду деп бір нәрсе шығарып тұрады. Мен 9 лет и выше дейді. Что? 9 лет и выше. Или 11 жастан үлкен адамдар жинаймыз. Төбелесу типа, опыт в драке важный деп. Сөйтіп. Бірақ та менің ойымша, менің өзім пікірім, жаңағы слово пацаны, содан кейінгі болған әсермен жүрді ғой балалар не банда құрып. Сол құбылыс жаңағы өзгеріс біраз қауіптірек сияқты жаңағы аниме Токийский мстительден көрі. Ол жақта анимеде жаңағы Токийский гуль бар, паразит бар, қатыгез анимелер өте көп. Солардан кейін адамдар тек қана фантазиясы оянады, жаңағы ажал дәптері бар, әңгіме ретінде ғана болатын сияқты. Жаңағы сериалда мен өзім сол пікірім бар, қарсылығым өте серьезный жаңағы не группировкалар. Пропаганда ма? Пропаганда жақсы жүрген сияқты. Менің ойымша ол уақытша сияқты жай әшейін. Себебі біз бәріміз де баяғыда анау Игра престоловты көріп алып, Дахейрис, Валар Маргулис бірдеңе деген сөздер жаттап алып жүрдік қой осы сияқты. Оның сол айтып отырмын ғой, оның айырмашылығы ана жақта басқа кезең, басқа әлем. Мына жақта дәл болған қазірге осы тіпті ерекше Ресейге жарасымды кез. Ресейлік қауымда сондай психология әлі бар. Енді бутылканы әлі басына жарып жүрген адамдар ғой. Олар жаңағы көргеннен кейін қайталайық. Бұрынғы пацан кездерді еске түсірейік. Иә, пацан кездерді еске түсірейік. Тағы да мынандай мода болып кетті деп. Сонысымен қауіпті болып кетті да. Мен кәдімгідей шу көтерілді ғой сол сериалмен. Мы с сестренкой решили его посмотреть. Я так и не поняла вообще ажиотажа от этого сериала. То есть бывает, я просто привыкла к сериалам, которые смотрю, что там есть какая-то вот, знаете, вот тема, которая дает вот что-то, о чем-то подумать. То есть в конце, когда вот посадили, получается, в тюрьму, это понятно было, но я все равно не поняла, для чего это было снято. Я сама с Тараза, и там говорили, вот было там капец, что происходит. Я говорю, так у меня в Таразе было похоже, если честно. То есть я думала, они реально будут какую-то... То есть я еще жила в том районе, когда это вот все это происходило очень долго. Мы его смотрели, говорю, это честно были мои 8 часов зря потраченных. Я так и не поняла, что они хотели показать. То есть они не показали какой-то ужас, чтобы типа нельзя это делать. Реально какая-то небольшая романтизация все равно она присутствовала, потому что не было идеи вот этой, да, которая вот шла бы, и вот вы вот так вот закончите. То есть больше романтизации было. Я говорю, что вы хотели больше этим показать? Чем да. Анау мынандай қандай ойлар енді Қазақстанда сондай сериалдар болған дұрыс па болмаған? Әлі уже шығып қойды, но қандай ойларыңыз бар? Бізде көп қой сондай сериалдар мысалы. Сол оған келісесіңдер ме әлде келіспейсіңдер ме? Ол енді өмірде болған заттарды көрсетіп жатыр. Мысалы 90-шы жылдар, мен өзім көрдім, бірақ 2000-шы жылдар мектепте оқыған кезде бізде әлі болған ғой атаман, мектепке шығу, ақша жинау.
Ну ол қазір уже жоқ сияқты біздің мектептерде. Ну аздап бар шығар, бірақ та азайып бара жатыр, бірақ 20 жыл бұрын болған зат қой. Сол үшін бізге ол байласа жақын, себебі ата анамыз содан өткен ғой. Мысалы жапондарда якудза туралы өте көп кино да бар, аниме да бар. Такеши Китано керемет түсірген якудзаның айналасында. Ну, у них идеология другая все равно. Ол жақта сол жаңағы идеологияны, жаңағы сценарияда уақиған бойынша Такеши Китано өз-өзін өлтіретін себебі сол. Әр киносы соңында өз-өзін өлтіреді ғой. Сонда кімде бізде қалай бітеді, қандай біздің варианттары қандай. Мысалы Черный двор деген сериал бар. Сосын тағы жаңағы болды сол бандиттер туралы ма, Черный двор деген? Бандиттер туралы. Сосын жаңағы наркотик сататын балалар туралы сериал бар. Иә, оны естідім. Шыдан басталатын. Шекер. Сондай бізде егер керегі жоқ болса, біраз қауіпті болса, жасамаған дұрыс. Ну, вы знаете, говорят же, что если даже хотя бы одному человеку-то нравится, значит, этому суждено быть. Но, например, все равно, сколько бы в телевизоре это как бы пропаганда не была, сейчас телевизор Курмида, YouTube пост и так далее, все равно, я считаю, берется с семьи, да, как скажем, у каждой семьи бывает же своя модель, да, если есть какие-то жестокие вещи присутствуют, неважно, да, это идет там физическое насилие, да, там моральное насилие, то вот все, что он смотрит, он это принимает. Но если же в семье, в окружении этого нет, соответственно, говорю, оно может просто пройти как что-то прикольное, что он посмотрел. Все равно я считаю, что это вот его окружение влияет. В первую очередь это семья, потому что не бывает такого, что ребеночек такой ужасный при наличии хороших родителей. То есть и слово «добрый», «хороший», оно же тоже растяжимое, да, каждый по-разному это воспринимает. Поэтому сказать, что типа такое нельзя снимать, потому что это плохо влияет на молодежь, на самом деле это не так. Я думаю, что бывает, что ты смотришь какой-то фильм или сериал, и ты импонируешь там антагонисту. Думаю, там дело в харизме самого актера. Бывает же, ты думаешь, он такая сволочь, но он такой классный. Думаешь, что то, как сам актер это преподносит, да, в такие моменты я всегда думаю, нельзя романтизировать такие вот вещи. То есть это, в жизни я бы сказала, какой ужас, это не нужно. А в целом, думаю, что все-таки с семьи начинается. Режиссердің жауапкершілігіне қалдыру керек сияқты. Будем кэнселить режиссера. Как бы айтады ғой, мысалы people have it дейді ғой, адамдарға керек болып тұр, ол трендте келіп тұр, себебі оларға ұнап тұр. Значит, людям нравится. Ну и с другой стороны, на это же можно смотреть так, что если это, как вы сказали, people have it, соответственно, где-то там и роется сама проблема. Значит, можно над этим поработать. Мен келсем, бәрі болу керек, бірақ та нелер, нұсқалар болу керек. Мынандай криминал, пропаганда жасайтын жаңағы, пропаганда емес, біздің криминал әлемін суреттейтін кино болу керек. Романтизация, да? Басқа жанрлар, басқа кинолар болу керек. Мен солай айтып отырмын. Онда режиссерларға талап қояйық та. Бір криминал түсіресің бе, одан кейін нормальный фильм түсір. Ну, если мы так будем делать, то у нас и не будет развиваться. В целом, если даже на страну смотреть, как бы, по идее, это такая самая моя болезненная тема. Что в страну выводит сюда на передовые, да, вот это искусство, наука и спорт. К сожалению, у нас в стране, я даже буду с узким сферам, да, у нас с вами, это же близко, говорю, сколько зарабатывают педагоги? Это очень болезненная тема. Опять повторюсь, говорю, спорт, наука и искусство – это то, что выводит страны. Олимпийские игры мы возьмем, да, что бы мы ни взяли, почему где-то мы можем отставать? Только потому, что именно самые важные три сферы у нас, они находятся вот до сих пор в каком-то болоте просто. Аз табады. Мен келсем, бәрі білет оны. Жаңағы үш сфера өте аз табады. Да, и вот возвращаясь к вашей теме, что я хотела сказать, сейчас, секундочку. Вот если мы будем делать вот это можно или нельзя, мы куда переходим, говорю, в тоталитарный режим некоторых каналов нашей страны. Цензура, да. То есть все равно не будет роста. Это вот мы обратно вернемся к тому, когда сидит кто-то, который говорит, давай вот это можно, а вот это нельзя. Роста не будет. До сих пор это присутствует. Мен айтып отқаным жаңа сияқты жанр болу керек. Болмасын емес, болу керек, басқа жанрлар болу керек деп отыр. Олар бар ғой? Адамға керек емес. Мен осы неге, сол вопрос. Мен осы кімге кино, телевидение кино айналасында тағы қатысым бар. Мен білем, мысалы спрос рождает не деп, сонда бізде ұсыныс
халықтан шықпай жатыр деп ойлау мүмкін мысалы. Негізі бар болуы мүмкін, иә. Сол жаңағы ұсыныс жоқ деп біздегі жаңағы тек қана жақсы көретін тек осындай комедия әлде криминал, сондықтан сол екі жанрға береміз деген ол қате ой деп ойлаймын. Өйткені ондай ой, мен айтпақшы болғаным, ондай ой бар. Бізде өте көп продюсерлер, көп орталықтар, жаңағы контент түсіретін орталықтар солай ойлайды. Менің жаңағы айтып отқаным ондай емес, бірнеше жанр, тіпті жаңағы наукаға байланысты, интеллектуальный бірдеңеге байланысты контенттер шығару керек, көбірек шығару керек. Қазақстанда халық әлі тұтынып көрмеген, жаңадан көргісі келетін контенттер өте көп. Ол жаңағы контенттің жақсы тарауына енді гарантия. Өйткені әлі ешкім көрген жоқ ондай заттарды. Менің ойымша бұндай талапты, жаңағыдай бұндай түсіруге бола ма, түсіруге болмай ма деген талапты ақша беретін адам шешеді. Сондықтан біз ақша беретін қай органға арыз бере аламыз? Мемлекетке айта аламыз. Мемлекетке айтамыз. Мемлекет, сен мынау бандиттер туралы фильм түсірме, ұят болады бұндай деп айта аламыз. Сол баяғы цензураға қателеміз. Былай ақша беретін басқа да орындар. Ал егер жеке адамның ақшасына түсірілсе, онда, пожалуйста, түсірде кинотеатрда көрсете, ақшаңды тап. Ақылдар аз көбінесе. Мен ешкімді былай дәлдеп айтып тұрған жоқпын. Мен кездескен адамдар ақылдар аз. Мәдениетке жақын емес. Мүлдем жақын. Ақша тауып біраз жындап кеткен ба сондай адамдар. Оларды түсіндіру қиын. Вот, Диана, про комедию уже сказали. У меня даже был такой случай. Нас пригласили на премьеру, и в середине фильма я просто вынуждена была встать и уйти, потому что я не поняла одного момента. То есть, опять же, да, мое любимое слово только вообще... Только одного? Я больше и особо не ходила после этого случая. То есть я ненавижу романтизацию там, бытового насилия, там, да, или когда вот... Ол қандай фильм екен айту керек. Бізде уақыт созу керек сияқты. Уақыт біраз ограничен, бірақ оны созу керек сияқты. Вот, и я считаю, что и всегда так это было до того, когда... Бывает же, когда в мейнстрим что-то выходит. Я всегда говорила, что женщины должны поддерживать друг друга. У меня, как братишки мне говорят, у меня Екатеринбар, у нас, говорит, мама была феминистка до того, как это стало, говорит, популярно. Соответственно, нас она растила совсем по-другому. То есть папа, там, у меня братишки, то есть они воспитаны так, как сейчас вот обычно хотят же видеть мужчин такими. И я вот, когда сидела, вот этот фильм смотрела, я не поняла, почему люди смеются. Это было лет 6-7 назад. Я не хочу название фильма говорить, но, честно, я была, честно, оскорблена. Я не понимала, где смеяться. Айта берейік ал. Жаңағы Апақ келін деген кино бар. Оған келісесіздер ме? Мен көрген жоқпын. Ол қара нәсілді қызды келін қылып соған күліп жүр, сол қызықты көріп жүр. Қара адам. Афроқазақстанец. Афроамериканка, да? Сондай қызды келін қылып келеді, сонда ол күлкілі тақырып екен. Оның қара болғаны күлкілі ме, әлде бір ішіндегі диалогтары күлкілі ме? Соған қарау керек сияқты. Күмәнім бар ма сол диалогтардың? Оның қара болған үшін күледі ме адамдар, әлде ол? Қара болған. Сол диалогтар бар, сол диалогтардың ішіндегі әзілдер сол адамның қара болған. Қара екеніне байланысты. Енді киноның атауы айтып тұр, Апақ келін. Бұл деген нағыз орысша айтсақ оскорбление менің ойымша. Апақ келін. Шовинизм, да? Неде білетін шығарсыздар, мүмкін татуировка жасайтын адамдар профессионалдық шетелде ақ өңді қолданбайды. Ол расизм болып саналады екен. Ақ өңді қолданбайды, өйткені қара адамдарға сөйтіп ақ өң қолданып татуировка жасау болмайды. Сондай өздерінің заңдары бар. Көп негізі бізде әлі даммаған, санамыз әлі жетпеген заттар өте көп. Ол біздің, ол Америкадағы расизмді бір кішкене бұл жерде деколонизациялық көзқарас керек сияқты. Себебі Американың расизмі бізге келмейді онша. Онда негр деп айта берейік. Бізде басқаша контекстегі расизм бар. Сондықтан ойлану керек та бұл жерде. Ол шынымен расизм ба, жоқ әлде басқа. Мен фильмді көрмей ештеңе айта алмаймын. Бірақ ол жерде егер оның қара екеніне күліп отырса, ол қап-қара болған үшін ғана оны әзілге айналдырып отырса, оны қабылдай алмаймын. Ал егер шынымен ішінде
күлкілі диалогтар бар шығар, біз білмейміз ғой. Қызық Нет, моменттер ну, бар учитывая, шығар. что у нас всех отличается кожа, и потом смеяться над этим, что он отличается, это расизм. Ол Это жерге не байланысты смешно. емес, иә? Просто расизм деген жалпы сөз бар, соның ішіне барлығын сыйғызады, былайша айтқанда. Ал Бола ма? Американың классикалық түсінігіндегі расизм, яғни ақ адамдардың қара адамдарды кемсітуі, ол бізге келмейді. Себебі біздің тәжірибемізде ол жоқ. Бізде ешкім оның негізі, оның тіпті өңде емес, адамды бөлуде. Мысалы, эйджизмді алып қарасақ, эйджизмде айтады ғой, үлкен сыйла дейді ғой. Ол сөзбен, қазір мысалы мен айтсам, ол сөзбен мен келіспеймін десем, адамдар, неге біздің мәдениетіміз деп шығып келуі мүмкін. Жаңағы қалай түкіру culture ма? Фу. Cancel culture. Я думала про то, когда бөпенің аузына түкіреді ғой, вот сен күштісің, аузына түкірші. Ондай да бар. То есть бұрыннан қалған бір, мысалы, біздің мәдениетімізге жағат деген, сондай болмысымызға жағат деген бір сөздер бар ғой, үлкен сыйла деген сияқты. Мысалы, үлкен адам қателесіп тұрса, ол кезде көз жұмып қойып сыйла бермейсің ғой. Возраст это не про мудрость. Сол сияқты адам бөлген кезде жаңағы измдер пайда болады. Жаңағы қара нәсіл мен ақтар сондай проблема менің ойымша. Ол жерде өң емес, ол жерде адам бөлу, бір адамды өзінен төмен ұстау деген. Иә, ол біз әлі білмейміз ғой, бөлінме. Көріп алу керек сияқты меніңше ол фильмді. Аниме деген. Енді мен өзім жаңағы біраз критикалық немді бар да, біраз Қайта аниме өшеміз. аниме тырысайық. Біздің жаңағы аударма неміз бар, жаңағы рубрикамыз бар. People how it қазақша аударайық. Адам көреді, Адам жейді деп па? жоқ жейді емес, қабылдайды. Богдан Титамир ойлап тапқан сөз ғой. People how it. Кім ойлап тапқан? Жаңағы әнші рэпер. Немесе тәбеті ашық соған деп айтсақ. Сол өзі сондай сөздер, қысқа көп нәрсені білдіретін сөздер, сондай керек негізі. Ондай қазақша тұтыну керек сондай сөздербен. Сокращенный, да, когда вот... мода қылып. Ол менің ойымша ондай сленг сөздер бір тілді ортада пайда болады әдетте. А біз мультибилингв елміз, сондықтан бізде я қазақша сөздер сленг болып кетеді, я орысша сөздер сленг болып кетеді, әр кезде әртүрлі. Сондықтан билингв ортада бір ортақ сленг табу қиындау болған сияқты. Ал біз өзімізге ұнайтын, бәріміздің құлағымызға жағымды сленг болу үшін біз бірінші алдымен бәріміз бір тілге өтіп алуымыз керек та. Кейін сол тілдің аясында жаңа сөздер ойлап табуға болады. Мына жерде тағы бір күрделі бір тақырып ашылады. Жаңағы измдерге байланысты расизм деген жаңадан пайда болған изм бар. Сол жаңағы біздің билинг ортамызда жаңағы расизм тілі бар ғой. Соны қазір мен былай қарасам, менің өзімнің көз қарасым, ешкім ұялмайтын сияқты, сол туралы ойламайтын сияқты. Не жайлы? Мысалы, Украинада, мысалы, оның алдында басқа Балтық елдерінде орыс тілі былай болған. Тек қана айту емес, тек қана ұмыту үшін, өз тіліне көшу үшін емес, тіпті ассоциация болған, жаман кезеңмен ассоциация, жаман адамдармен, көршімен ассоциация деген сияқты. Сондықтан олар өз тіліне көшу оңайрақ болған, тезірек болған. А бізде ондай ассоциация жоқ. Біз тіпті жаңағы өзіміздің геноцидті де білмейміз. Так, потому что они же сразу порвали отношения же. А у нас-то в этом случае по-другому же было. То есть, несмотря на то, что мы распались, мы все равно тесно сотрудничаем. Бізде тек қана тіпті орыстар өздері бөлінген кезде де біз ұстап тұрғанбыз. Ең соңғы жаңағы Тұрсынбек айтпақшы, есікті біз жапып кеттік қой деймін. Шын айтса өзімне бар, соңғы кезде қарағанда, мысалы мен Грузияға барып келдім, басқа бар жерге барып келдім де, мысалы жаңа жыл мен Таиландта келген кезде, мен сол орыс тілде сөйлеген адамдар көрген кезде мен өзім қазақша сөйлеп кеттім. Мысалы, бар ғой, білмеймін, бұлар протест сияқты емес, не то чтобы показать, что я лучше, просто мен орыс тілінде сөйлегім келген жоқ. Сондай адам уже пайда болып жатыр. Сол жақта орталық мүмкін әсер беріп тұрған шығар. Мысалы, қазір мысалы дала берсе, мен көбінесе қазақша сөйлеуге тырысамын. Бірақ қиын.
былай себебі өзіміз көбіміз мен ешкімді кінәлап тұрған жоқпын. мысалы тарихқа экскурс жасайтын болсақ әлемдегі ең көп және мәдениет әлемнің батыс мәдениетіне дейік ше ең көп үлес қосқан тілдердің бірі ол неміс тілі болды. Қазіргі біз өмір сүріп отырған батыс әлемі бәріміз ұмытылатын соның ең көп бөлігінің негізін қалаған мәдени бөлігінің әдеби бөлігінің өнерге қатысып бәрі негізін қалаған неміс тілі болатын. Бірақ екінші дүниежүзілік соғыстан кейін неміс тілінің статусы бірден төмендеп кетті. Қазір неміс тілі ешкім оқуға да ұмтылмайтын тілдердің қатарында да. Жаңағы музыка, жаңағы возрождение сол. Менің ойымша Ресей мынау қазіргі бағытынан таймаса орыс тілінің де тағдырын дәл осындай. Да. Канать влияет, да, просто. Осындай күтіп тұр. Ну вот, допустим, сейчас вы сказали же про Германию, но если бы вот, это тоже такая ответственность за это брать, но если бы не было Второй Отечественной войны, вообще Второй мировой войны, то медицина бы тоже не продвинулась бы. То есть, опять же, возьмем этот страшный остров, то есть, когда сдирали с живого человека кожу, чтобы те же самые вены, там, артерии, да, что-то увидеть, то есть весь этот ужас должен был быть для того, чтобы приносить дамада. То есть эту цену заплатили, к сожалению, прошлое поколение. Оны басқаша да айтуға болады. Мысалы, оған 5 жыл емес, оған 15 жыл уақыт жұмсар едік, мысалы, ондай нәтижеге жету үшін едім. 5 жыл экономдау үшін миллиондаған адамның өмірін құрбандыққа шалдық. Және дүниедегі барлық мысалы ғажайыптар бар ғой, барлық құлдың қолдарымен жасалынады. То есть, по-другому, я думаю, даже сейчас, чтобы чего-то добиться, все равно нужно как-то вкалывать. Пару миллионов жизней кинуть. Біздің жаңағы басты тақырыбымыз жапондық анимеге көшейік. Әлемге қарай кетіп қалды. Ол жерде де жаңағы неге байланысты тақырып. Кімде де жапондарда үлкен компаниялар, фабрикалар болды ғой, енді ол дамыған елдерде ондай болуы мүмкін емес қой. Сол жерде суға андай отходтарды төккен екен да, су деген жаңағы Минамата деген жерде әйгілі бір ауру тараған, сол атауымен атап кеткен, қаланың атауымен атап кеткен сол ауруды. Сол жерде жаңағы Америкадан келген әйгілі суретші сурет түсіріп, сол ауру, сол проблеманы дүние жүзіне таратқан. Соған қараған кезде жапондықтар сондай үлкен андай қатыгездік, жаңағы әділетсіздікпен кездескенде, соның арқасында өкінішке орай, сондайдың арқасында тағы дамыған олар. Ол жерде сөз еркіндігі, сөз бостандығы, сосын жаңағы адамның құқығы, сол сияқты енді өте қажетті өзгерістер сондай қиын кезден пайда болғанда. Мысалы, даже алыс кетпесек те ковид. То есть ковид в нашей стране просто вскрыл весь гной, который присутствовал, да, в нас как... Сосын дамуға да алып келді бір кейбір жақтан. Да, то есть, опять же говорю, что-то должно такое, возможно, происходить для того, чтобы эти семимильными шагами как-то вперед пройти. Опять же говорю, за это всегда кто-то платит цену, да, и кому-то приходится, кому-то по судьбе так положено. Соответственно, вот даже в аниме чаще всего это же используют, типа, нет боли, нет роста. Какое бы вы аниме ни взяли, всегда про это говорится, да, что просто кому-то, кто-то в этот момент там находится, и ему приходится за это платить для того, чтобы в будущем кому-то было легче. Вот как-то так, наверное. Мынандай бұл тағы cancel culture болып кетуі мүмкін. Мындай ой бар да, мындай тұжырым бар да. Ковидте не болды? Ковидте тойды жапты. Тойды жапты, той анау аңғарлардың ішінде болды ғой. Басқа есіктен келді. Басқа есіктен. Сол сияқты сонда тойды алып тастаған кезде, жарайды қысқартқан кезде біраз даму басталды ғой жерде. Сонда сол жерден не көріп тұрған жоқсыздар ма? Корреляция бар ма? Сонда проблеманың көзі тойда емес пе екен? Я просто не считаю, что той надо полностью убирать. Дело не в самом тое, я думаю, в той не сколько проблема, а сколько, допустим, больше қақтан шу шықты из-за артистов, правильно? Опять же говорю, если хотя бы у одного человека есть спрос, значит, этому есть место быть. Да, и для того, чтобы, например, что-то с чем-то не путать, у каждого должно быть свое место. Мен айтып тұрғаным, жан-жақты нәрселер өзгеріс пайда болды. Той азайған кезде адамдарда ақша біраз сақталатын болды. Депозитте теңге көбейді ма? Табыстар тұрақталды. Қанша ковидтің өзінде де. Содан кейін біздің енді кім біреу көбісі өтірік дейтін шығар, музыка дамыды бізді.
музыкалық ол сәйкестік ол бекер емес. Дәл сол кезде бізде өте жан-жақты музыкалар пайда болғаны. Мне кажется, начала музыка расцветать больше у инфлюенсеров, у которых была большая аудитория. Иә, сол адамдар офлайн барып тыңдамайды. Содан кейін адамдар қазақтың әндерін онлайн тыңдай бастаған кезде, онлайн тұтына бастаған кезде бүкіл әлем қазақтар соның ішінде. Мне еще кажется, что из-за того, что люди сидели в заперти, очень классно начали продаваться билеты на концерты. Бұрында тұқсатылмайтын еді ғой. Сол даму, сол жағынан дамыды. Да. Опять же, пришлось пострадать очень сильно всем. Сосын тағы басқа бір тақырып, Кореяларда, Жапондарда бір андай интонация бар ғой, өздері деп тұрады. Сонда Қазақстанда ондайлар бар екен де, бірақ та біз ұялады екенбіз көбісі. Жаңағы жалғас айтпақшы, баяғы кемсіту бірдеңесі бар екен, ауылдан келген балалар деп ойлап қалмасын деген сияқты. Ұялады ғой. Негізі менің ойымша ұялмау керек. Меня до сих пор за это болит, потому что я же южная. Менің папам, мысалы, Қызылорданікі, мама Шымкенттікі, сама я жила в Таразе. Хотя я здесь практически столько живу, сколько жила в Таразе. Иногда енді, могу сказать, когда вот бывает же не контролируешь себя, и прям эмоции у тебя прям распирает, и сразу ржать начинает. Олай айтпашы дейді. Но, опять же, я тот человек, которого булили за то, что он смотрит дорамы и аниме, у меня железобетонная просто реакция. То есть не воспринимаю. Басқа жағынан, мысалы, кореялықтар жаңағы біздің деген сияқты бір нелерін, интонацияларын жібереді. Бірақ та басқа қимылдармен, басқа өздерінің істермен бір мәдениетті екенін көрсетті. Сөйтіп, сонда бір теңдік тау керек сияқты бізге. Біз мәлеп мұрын шықып отырмай, деп, бірақ та әдем отыру керек. Но мне кажется, опять же, это дело, вот, как вы билингвал сказали же, что дело в этом, потому что кто чисто, допустим, на русском разговаривает, для них это странно выглядит, хотя диалекты везде присутствуют, даже, я считаю, в русском языке тоже диалекты, да, есть какие-то там сразу слышно. Да. Вот. Бұл біздің подкаст аниме және жалпы тақырып деген. Атау мен өзгеретін болды. Меніңше анимені алып тастау керек. Атауын өзгертеміз, бәрін өзгертеміз. Біз айта берсек. К чему приводит аниме, тема? И дальше. Анимені талқылап болғаннан кейін қандай әңгіме айтамыз? Аниме сылтау деген подкаст. Аниме деген. Ал онда битек. Сабижан өзің бір кеңесін айтып жүр. Қандай аниме көру керек? One Piece. One Piece жаңағы сериал ма? Иә, бірақ та ол көп жыл кететін шығар балалардың. Мысалы, мен өзім сол One Piece'ті қанша 2007-тен бастап мен оны 17 жыл көріп жатырмын уже. Солай әр апта күтіп, жүріп, нетіп. Ал қандай бір жарнама жасай аласың ба, мысалы, логлайн, өзің ойлап тапқан логлайн, One Piece не үшін көрген дұрыс? One Piece не үшін көру дұрыс? Уақытыңыз көп болса көріңіз десең. Ол жерде не жақсы олар достық, достықтың неге маңыздығын, және ең маңызды достық, және саяхат деген ол тек қана дүниедегі саяхат емес, ол өмір деген саяхат бар. Ол саяхат кезінде көптеген адамдармен кездесесіз, әртүрлі адамдармен көрісесіз, бәрі әртүрлі болса да әрқайсымен бір тіл табуға болады. Сондықтан мен One Piece'ті өте жақсы көремін. Күшті. Мен мысалы Ақназ қатты көп аниме көрмеді ғой. Мен басқа бір сұрақ қояйын Ақназға. Жалпы қандай бір кеңес бере аласың біздің көрермендерге? Өзің ойың. Я не люблю на себя такую ответственность брать. Большая ответственность, то есть большая сила, большая ответственность. Мой лично, не то чтобы там совет, да, просто пожелание людям, что если есть какая-то возможность учиться чему-то новому, да, или даже бывает, когда ты в окружении каком-то находишься, и тебе говорят, попробуй, и говорят, то есть смотреть на все это, такие советы не со стороны человека, что все знает, а со стороны человека, как ученик, который все внимает, как губка. То есть чем больше ты учишься, не бывает какой-то новой информации, которая мимо тебя проходит. Она обязательно что-то в тебе начинает менять. То есть мой совет — это просто учиться. Да, то есть даже какое-то любимое хобби, оно приносит столько энергии и столько всего классного, что ты можешь даже влиять от себя, да, вот в каком-то состоянии находишься, даже на человека влияешь от того, что ты что-то изучил. Ты несешь просто какую-то пользу. Может, только это.
Все. біз сұрағымызды қоямыз ба? Соңғы сұрағымыз. сұрағымыз бар еді ғой. Менің коронный сұрағым. Иә, сұрақ. Қызық сұрақ. Шығармашылық па, коммерция ма? Так, тогда это, знаете, боль моего бизнеса, потому что когда я в творчестве, я перестаю контролировать финансы. То есть я начинаю понимать, что у меня братишка про меня говорит: ты принцесса, которая может работать за тарелку супа. То есть я сначала раньше смеялась, а потом думаю, что-то не так уж и смешно. То есть невозможно априори сохранять баланс. Поэтому я, наверное, больше за творчество. Опять же, почему? Потому что лично я болею за то, чтобы наши педагоги в стране зарабатывали много. В любой другой стране быть педагогом, профессором, это считается очень и очень, да, такой... ол үшін не істеу керек, жаңағы көп табу үшін, жаңағы педагогтар? То есть кому-то придется вкалывать просто так, да, для того, чтобы ты и где-то все равно меняешь сознание. Ну, в моем случае, например, то есть я очень много чего учила, я 25 лет профессионально в музыке, да, то есть я до сих пор учусь постоянно всему, мне кажется, что я до сих пор ничего не знаю, но мои знания, и плюс, естественно, я очень сильно повысила ценник, потому что я считаю, что то, что я преподаю, это не должно стоить вот столечко. Вот, то есть это тоже какой-то такой вклад. Но больше я за то, чтобы было творчество. Да, но это касается моего творчества. Я научилась делить творчество и бизнес. Сәбижан, тоже сұрақ. Шығармашылық негізі, себебі мысалы тек қана біз өнер туралы айтсақ, тек қана шығармашылық, себебі коммерцияға барсаң, мен ойлаймын, ол біріншіден бұл ұрлық деп айтуға болады. Себебі мысалы кавер бэндтер бар, ансамбльдер бар, немесе тек қана ол бір адам мінезіне былай сай келісу үшін мысалы трендовый заттар шығару. Сен өзің шығармашылық емес, ты просто сен рамкамен инструкцияны былай қарайсың да, сонымен жүресің деген сияқты. Менде бір сұрағым бар қонақтарға. Еркіндікті қалай суреттейсіздер? Еркіндік деген не сіздер үшін? Ол ешкімнен ұялмау, басқа адамның көзқарасына қарамау, несмотря на другие взгляды, өзің не ұнағанын соны істеп, сол еркіндік деп ойлаймын. Жаңағы кімде No Face бар ғой, Миядзакидің. Соның персонажы сондай екен. Адамдар жоқ, сен сияқты емес, наоборот, сол адамдардың мініне, көзқарасына бағынатын. Сондай адамдар көбейіп кеткен, сондай адамдардың суретін жаңағы мультфильмге салған. Еркіндік деген не? Если бы я бы ее в полной мере чувствовала, мне кажется, у меня не было бы лишних мыслей в голове. И честно, я не знаю, что, потому что всегда есть какие-то обязанности. Обязанности — это не про свободу, да, то есть для меня это, в моем восприятии это так. Ну, либо это комфорт. И в слово комфорт много чего входит. Начиная от денег, да, заканчивая самочувствием. Аниме дүкен. Ал бізде аниме дүкен аяқталды. Аяқталмайды деп ойлаған аниме дүкен аяқталды. Аяқтауға өзіміз кірістік. Жалғас, өзің аяқтап бер. Бұл аниме дүкен біздің видеоларымызды Easy қосымшасынан көріңіздер. Сіздермен болған қонақта Ақназ, Сәбижан, біз Жалғас Есболат. Сау болыңыздар. Рахмет.